ынтымақ жарасқан ырысты елім. Барма, бірліктің бесігі мен ынтымақтың ұйытқысы қазақ елі. 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні құтты болсын. Бейбіт аспанның астында бақытты ғұмыр кешейік. Туған жер еңселі елім, егемен елім. Ахоу, кеудемдегі жүрегім. Бақыттың тал бесігіне бөлеген едім. Өркендей бер, өсе бер, мызғымайтын тірегім. Қазақстаным, болашақтың барысы, нұрлы отаным. Атың дәлем танысың, анамдай асыл. Қамқоршымда қорғаным, жасай бер мәңгі көк байрақты отаным. Таңғалып қарай беремін абыз далама. Пай-пай, қандай ғажап тамаша. Мұнша жер еншіміз болып бізге қалама. Ат үстінен түспеген бабаларым болмаса. Қазақстаным, болашақтың барысы, нұрлы отаным. Атың дәлем танысың, анамдай асыл. Қамқоршымда қорғаным, жасай бер мәңгі көк байрақты отаным. Қазақстаным, Қазақстаным, болашақтың барысы, нұрлы отаным. Жасай бер мәңгі атың дәлем танысың, анамдай асыл. Қамқоршымда қорғаным, жасай бер мәңгі көк байрақты отаным, Қазақстаным. 1 мамыр мейрамы маған өте қатты ұнайды. Себебі дәл осы күні, дәл осы мейрамда айнала ерекше құлпырады. Айнала адамдардың пейілінен ерекше құлпыра түседі. Бір-бірін құттықтап, бір-біріне достық құшақ айқара ашып, керемет көңіл күй сыйлайды. Ал енді қазір сахнада айтылатын әнді мен бала кезімнен тыңдап өстім. Ендеше кезекті сол әнге берсек қайтеді. Сахнада «Аппақ тошқандар» әнін қабыл алыңыздар. Appak tuşqanlarım sayda oynaydı. Öylenmegen çigitlerim toyda oynaydı. Appak tuşqanlarım sayda oynaydı. Öylenmegen çigitlerim toyda oynaydı. Toyda
1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні сонау 1996 жылдан бері тойланып жатыр екен. Ширек ғасырда мәні мен маңызы аса түскен үлкен мейрам болды. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деген ұстанымды ту еткен халық болғандықтан, біз үшін бұл мереке қашанда маңызды бола береді. Ендеше алыс жақынды жат санамайтын халық жасай берсін. Мереке құтты болсын ағайын. Көп көрдім қазығыңа да қайрап елім ортаңда бұлбұлың боп сайрап едім ай халқымның қазақ қырғыз арасында еркелеп ортекедей ойнап едім ай мен сенің халқыңда жасың менен қартыңда ардақ елге ән салсам денем майдай балқиды ән шырқап алатауды арындадым ағындай таудан аққан сарындадым ай еліме ән өлеңім ұнаған соң талмадым шаршамадым жаңылмадым ай мен сенің халқыңда жасың менен қартыңда ардақ елге ән салсам денем майдай балқиды ардақ елге ән салсам денем майдай балқиды Біздің аулада Надя деген қыз тұратын. Надя екеуміз бала кезімізден сондай жақын құрбы болып өстік. Наурыз кезінде мен оларға шелпек, бауырсақ апарып беретінмін. Ал пасха кезінде Надя бізге түрлі түсті боялған жұмыртқа, құймаға келуші еді. Сондай мерекелер әрдайым әртүрлі қызықты өтеді. Тілі басқа болса да тілегі бір, өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына деген ризашылығы шексіз. Және біздің халықтың да өзге ұлттарға деген сыйластығы, махаббаты өте мол. Міне, бірлік деген осы. Дұрыс айтасың. Түріміз басқа болғанмен, мақсатымыз бір: бейбітшілік пен бақыт, береке. Эльмира, мен қазір сізге мейрам деген сөзді әр тілде айтатын болам. Ал сіздің міндетіңіз қай тілде айтылып жатқанын табу керексіз. Жарайды, көрейік. Ендеше бірінші сөз байрам. Қай тілде? Меніңше өзбекше немесе татарша. Өзбекше немесе татарша болу керек. Дұрыс. Жарайды, келесі кутлама сөзі. Тұра тұр, ойланып көрейін. Түрікше болу керек, Тағы да дұрыс таптыңыз. Енді сәл қиындау болады. Свято сөзі қай елде мейрам деген мағынаны білдіреді? Болгар немесе Беларусь тілінде. Жоқ, қателестіңіз. Украин тілінде свято деген сөз мейрам деген мағынаны білдіреді екен. Рахмет, керемет ойын үшін көп рахмет. Ал енді қазір тамаша әнге кезек берейік. Қабыл алыңыздар.
ветер над рекою, мир окутан сладкой дремою. На лугах царит покой, светлыми кристаллами роса, словно ручейки из чистых слез. Ковыле распущена коса серебряных волос. Не спеши, заря рассветная, слишком рано ты пришла. Тронула струну заветную, боль разлуки принесла. И не шито платье белое, ни к чему нужна вода тебе. Облетела вишня спелая, к тебе закрыта дверь. Не спеши, заря рассветная, слишком рано ты пришла. Тронула струну заветную, боль разлуки принесла. Слишком рано ты пришла. Тронула струну заветную, боль разлуки принесла. Боль разлуки принесла. Елмира, мен сізге бір қызықты бір оқиға айтып берейін. Жақында бір кәріс досым өзінің баласының туылған күніне шақырды. Қазақта тұсаукесер деген бар ғой. Яғни баланың тұсауы кесілгеннен кейін оның алдына кітап, ақша, кілт, тағы да басқа заттар қояды. Ал кәрістерде ондай мейрамда бар екен ұқсас. Ол кәрістерде той мейрамы деп аталады. Қалай ұқсайды екен? Біздің тұсаукесерге өте қатты ұқсас. Кәрістерде де баланың алдына кілт, ақша, кітап және тағы да сондай басқа заттар қояды екен. Бұл яғни болашағын болжайды екен бұл дүние. Мен бұны көрген кезде қатты таңғалдым. Ал бұл әңгімені де тамаша Корей ұлтының өнерімен жалғап жіберейік. 누가 그동안 가사 조언 가보지 못했습니까? 어머님 풍마냥 한없이 넓은 조언. 새별 제자 해서는 이른 새벽에 불습마다 비단한 게 일어나는데 밤이슬에 젖었던 양귀비 꽃들이 해맞이 하느라고 몸단장하는 곳. 그럴 때면 거처 없이 떠다니던 볼바람도 곧 피는 그것을 반드시 들린답니다.
Білесіз бе, қазір біздің асханаларымыз да аралас құрбалас болып жатыр. Әрине, қаздан бастап палау, борщ, лағман, кәуапты кез келген орыс, татар, ұйғыр, украин кәрістің үйінен табуға болады. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда кез келген дастарханда өзіміздің үйімізде отырғандай боламыз. Ұзағынан болсын деп тілейік. Тілейік те келесі әнге кезек берейік. Die Gedanken sind frei, willkommen sie
내